Инвестдала by EA Group. Сәлем достар, бұл Инвестдала подкасты. Біздің подкастта жалпы инвестиция, стартап, IT туралы жеңіл және өзімізге бір түсінікті тілде біздің оқырмандарымызға, тыңдаушыларымызға түсіндіре кетеміз. Бізде қонақта бүгін Амирхан Омаров, жалпы Қазақстандағы ең қалай айтсам болады, тәжірибелі стартаперлардың бірі. Менің ойымша бәрі бұны біледі, бұл кісіні біледі. Және осы подкасттың шақыру себебіміз оның жалпы өткен тәжірибесін, немесе қиындықтарын, немесе қандай да болған оқиғаларын біліп сөйлесу үшін шақырдық. Қош келдіңіз бүгінгі подкастқа. Рахмет, шақыру үшін рахмет. Құдай қаласа қызықты әңгіме болады. Менің де ойымша өткені біз Амирхан, мен үшін бізде андай түрік лицейде оқығаннан кейін бізде аби деген формат бар да, бізде ағамыз деген. Амирхан 4 жылдай болды танысқанымызға. Және жалпы біздің венчурлық холдингтің стартап, жалпы венчурлық направлениесін бастаған осы Амирхан ағамыздың арқасында. Жалпы сізге бірінші сұрақ, былай алысқа кетіп кетпейік, ең бірінші сіздің өзіңіздің жолыңызды, осы паркур ашуына дейінгі сіздің жолыңызды айтып бересіз ба? Мен Шымкенттен боламын, оңтүстік Қазақстан. Сол жерде туылғам, жаңа айтқандай қазақ түрік лицейін сол жерде бітіргем. 2003 жылы Алматыда Сулейман Демирель университетіне түскем. Мамандық ұлттық арасы международная экономика, ұлтарасы экономика. 2007-те бітірдім. Содан кейін где-то бір 3 жылдай Ernst & Young компаниясында жаңағы ол жерде орысша жаңағы консалтинг, қазақша кеңес беру деймін, сондаймен айналыстық. Стратегия жайынан, менеджмент, управление, сол жағынан кеңесші болып жұмыс істедім компанияда. Бір жылдан аз McKinsey компаниясында жұмыс істедім. Ол да тура сондай жұмыс, жаңа консалтингпен айналыстық. Сосын где-то 3 жылдай мен Аллагеум Электрик деген компаниясында жұмыс істедім. Ол трансформаторлар шығарады. Біз сол кезде Аллагеумде жұмыс істеген кезде біз трансформаторларды где-то 20 мемлекетке сататын едік. Россия, Украина, даже анау шығыс Түркістан дейді ғой, Китайға, Афганистан, Өзбекстан, Азербайджан, Иран көп мемлекеттерге апаратын едік. Біздің Қазақстанда жасалған трансформаторларды. Сол компанияда 2011-дің 2014-дің соңына дейін жұмыс істедім. Сол жаңа экспортпен айналыстым, маркетингпен айналыстым, инвестиционный управление дейді, жаңағы инвестициялық жобалармен айналыстым. Жаңа заводтар іске қосқанбыз Оралда, жаңа Батыс Қазақстан облысында, Солтүстік Қазақстан облысында, Алматыда, сондай жұмыстармен айналысқам. 2014-тен бастап мен неге келдім? Коммерческая недвижимость. Осы салаға келдім. Mercury Properties деген компанияда жұмыс істедім. Mercury Properties, оның несі бар еді? Объект дейді, 40 активі. Жаңа торговый центр, 10-15 торговый центр, 10-15 бизнес-центр, жаңа гостиницалар бар, нелер бар, үлкен логистикалық центрлер бар. Солармен 2014-тен примерно сол 2019-ға дейін 5 жыл бойы сол компанияда жұмыс істедім. И как раз жаңағы мүлік саласы дейді ғой, коммерциялық мүлік саласына жұмыс істегеннен кейін мүлікке қатысы бар көп технологиялармен айналыстым. Жаңағы алғашқы коворкингтер Қазақстанда Smart Point 2017 жылы запуск болды. Одан басқа жаңағы умное здание дейді, Smart Building, сондай технологиялар енгізумен айналыстым. Жаңа нелер сатып алдық, ойын сауық кешендерін сатып алдық, жаңа бизнес-центр сатып алумен, жаңа реконцепциямен айналыстым. Сондай мүлік, сол коммерциялық жылжымайтын мүлік саласында где-то 5 жыл жұмыс істегеннен кейін сол 2017-2018 жылдары не басталған? Жаңағы Қазақстанда алғашқы рет Алматыда әсіресе ақылы паркинг деген сол тренд деймін, сол жыл басталған. Сол жылдары как раз 2017-2018 жылдары атышулы жаңағы апаркинг деген компания пайда болған Алматыда. Сол жылы алғаш рет Алматыда жаңағы көшелер ақылы бола бастады, паркинг. И сол егер көшелер жаңағы қаланың көшелері ақылы болса, жаңағы қалада жүрген автомашиналар, автокөліктер ол көшеде ақы төлемеу үшін жаңағы частный жеке нелерге кіріп кете береді, жеке бизнес-центрлерге, торговый центрлерге. Сондықтан жаңағы бизнес-центр, торговый центрлерде оларда не жасай бастады, паркингті ақылы жасай бастады, біз де соны істей бастадық. И сол жылдары как раз біз неден ағамыз, в основном поставщиктер неден еді?
парковка технологиясына келетін поставщиктер Германиядан, Китайдан, Турциядан и өте қымбат еді да. То есть олар бір жағынан жаңағы өте қымбат, екінші жағынан функционал жағынан өте нашар, үшінші жағынан жаңағы операционный жағынан өте тоже қымбат, жаңағы билеттер істеу керек, операторлар болу керек. Сол кезде сол 2018-2019 жылдары сондай бір менде түсіністік қалыптасты, что осы паркинг саласында инновация жетіспей жатыр екен деген ой пайда болды алғашқы рет. И содан бері ойлай бастағам. И сол оймен осы компания 2020 жылдары ашылды. Сонда менде бір андай не бар да, сіздің жүріп жүрген жаңағы кәсіби мансабыңыз да, лестницаңыз, идеальный, как можно там вырастить үлкен бір позицияға, мысалы EY-да болдыңыз, потом McKinsey, потом там Аллагиумда уже там үлкен мансаппен. Сол менде бір үлкен сұрақта, мысалы стартап вообще жалпы ол бір рискпен, жалпы өзінің комфортты өмірің, мысалы жалақың бар, машинаң бар, астында жаңағы шопырың бар, одан сен тұрып бір комфорттан бір рискке бар, ол ішкі дүние бір не ма, андай қағида ма, немесе сіз сөйтіп сол жерде ойлана келе шештіңіз ба? Мен негізі жаңа корпоративный карьера дейді, осымен өсіп жаңа карьера жасап жүрген кезінде ойымда әрқашан болған, бір күні өзімнің бір бизнесімді бастаймын деген, әлі бір технологиялық бизнесті бастаймын деген. Бірақ параллельно өзімде жұмыстарым көп еді. Кейбір жылдары мен не алғам, Қапшағайда Coca-Colаның дистрибуциясын алғам, мысалы да, сонымен айналысқам. Университет бітірген жылдары Ernst & Young'та жұмыс істеп жүрген кезде параллельно не істегем, IT компания ашқанбыз, бір әртүрлі веб-сайттар жасадық, басқа нәрсе жасадық, автоматизациямен айналыстық. Мен оны арғасан жаңа совмещенно істеп жүрдім да, қасымда өзім бір жағынан корпоративный карьерам бар, екінші жағынан жаңағы жеке бір кәсіп бар. И сондықтан бірақ әрқашан ойымда болған, что бір күні мен жаңа корпоративный карьераны тастаймын и платную дейді ғой, там полностью 100% немен жеке кәсіппен айналысам деген. Іштей сізде сонда әрқашан бір ойыңыз болды. Мен сол жылдар бойы корпоративный карьера жасап жүрген кезде мен не іздеп жүргем соңғы жылдары, қандай бір үлкен идея керек та, қалай бір нәрсе жасап Қазақстанда ойлап тауып, сонымен жаңағы үлкен бір глобальный бір компания ашуға болады, қандай продукт ойлап тауып, сонымен Америкаға баруға болады, мысалы там Японияға баруға болады, Индонезия, Бразилияға баруға болады. Сол оймен мен негізі жүргем соңғы 4-5 жыл. Енді жарайды, мен түсінгенім бойынша сізде мысалы бір логический бір цепочка болып тұр. Сіз өзіңіз шындықтырдыңыз, дамыттыңыз, және бір үлкен бір проблема. Мысалы проблема және решение. Сіз таптыңыз, проблема ол парковка жүйесі жалпы дамымаған, цифрландырмаған, және қасында прям қаржылай проблемасы екен, ол қымбат, жаңа айттыңыз. Сол кезде сіздердің жаңа ойлап тұрған шешіміңіз, сіз глобальный рынокта болды ма сондай нелер, аналогтар? Немесе өзіңіз соны? Ол біздің қолданатын технологияның аты компьютер вижн дейді, жаңа компьютерное зрение. Ол технология негізі болды. Қазақстанда да оның мысалдар көп. Жаңа сергек мысал болуы мүмкін. Номер камералар қояды, ол жерде не бар, ақпараттық бір жүйе бар. Ол ақпараттық жүйе жаңа машина номерін жаңа фиксировать етеді. Ары қарай оған штраф, егер скорость көп болса, оны штраф не қылады да, как бы штрафовать етеді. Негізі сондай кейстер болған, Қазақстанда болған, дүниеде болған, бірақ жаңа парковка саласында 99% жаңағы нарықтың 99% жаңағы ескі қымбат жүйелер болған, жаңағы билетпен, RFID картамен, басқа технологиялармен. То есть ондай технологиялар болған, Америкада болған. То есть мен оны ойлап тапқан нәрсе емес, бірақ әлі қатты дамымаған технология еді. Дағдыландырып, мен өткен есімде бар, ең бірінші мен паркурды білмей жатып, ең бірінші жаңа танысқаным Астана аэропортында, мен Астанада жұмыс істедім. Сол кезде жаңа адамдар обычно по привычке нені басатын тұғын. Терезені ашасың, Астанада бір қиыны салқын. Ана ашсаң, ана ашып, немесе машинадан келмей қалады, оны басамай қаласың. Сол кезде ойлағам тұғын, менің ойымда андай болған жоқ, что мынау жаңа технология қазақстандық деп. Өйткені ойладым, мынау мен 100% бір не болған жоқ, мен қазақстандық емес деп ойлағам. Сол кезде келіп мен таңғалдым. Енді шыны керек, парковканың жаңағы айттың соң менеджменттің там потенциалы қандай? Мысалы, сіз камераны жаңағы номерді оқыдыңыз, кіргенін білдіңіз, тұрғанын білдіңіз, дұрыс тұр ма, немесе қанша орын бар деген функцияларды қостыңыз ба?
иә, негізі көп функциялар бар. Бізде жаңағы команда не болғаннан кейін как бы мысалы мынандай бар да, ал негізі дүниеде былай біз бірінші ойлап тапқан, біз бұл технологияны бірінші ойлап тапқан жоқпыз, бірақ бұл технологияға қатысты көп нәрселерді біз бірінші рет дүниеде на самом деле бірінші рет көп нәрсені қолдандық. Например, бір динамик прайсинг деген бар. Жаңағы парковканың несіне қарай, толып тұрма парковка, бос орын көп па или бос орын аз ба, заполняемость дейді ғой, английский occupancy дейді. Парковканың жаңағы толып тұруына байланысты парковканың бағасы өзгереді. Ол жаңағы егер бір парковка, допустим, стадионның қасында, стадионда, допустим, аптасына 2 рет концерт болады. Сол концерт болған кезде парковкаға орын жетпейді. Сондықтан сондай неге байланысты, жаңағы заполняемость, спросқа байланысты жаңағы парковканың бағасы өзгереді, автоматически өзгереді өз-өзімен. Нарықтық. Иә, сондай нәрсені мысалы бірінші дүниеде біз істегенбіз. И ондай нәрсені отдельно модуль ретінде Америкада сатамыз, например. Dynamic pricing деп айтады, динамическое ценообразование. Ол бір мәселе. Мысалы, екінші мәселе, тоже дүниеде бірінші рет біз жаңағы машинаның габариттеріне қарай әртүрлі бағалар, например, там біз Бақортада парковка автоматизация жасаған кезде, например, жаңағы кішкентай машине, обычный машине, мысалы, заезд 200 теңге. Газель болса 300 теңге, автобус 400 теңге, например, КамАЗ кірсе 600 теңге. Сол габарит, в зависимости от габаритов дейді, соған байланысты жаңа әртүрлі баға қолдану, мысалы дүниеде біз бірінші істедік. Себебі мынандай да, біз барып басқа нарықтарға барып, Америкаға барып, Саудовская Аравия, Бразилия, Индонезия жаңағы ярмаркалар болсын, жаңағы нелер болсын, конференциялар болсын, сондай кейстерді айтқан кезде адамдардың бәрі таңғалатын еді. Мысалы 2020-21 жылдары, 23 жылдары айтқан кезде олар айтатын еді, неужели сендер сондай қолданып жатсыңдар? Иә, біз сондай істеп жатырмыз. И ол дүние жүзінде аз адамдар ондай істейді да. Тағы басқа бір нәрсе дүние жүзінде де тоже бірінші рет, например, бірінші рет емес шығар, бірақ алғашқы самый один из самых первых дейді парковка саласында, мысалы біз 2021 жылы соңында Есентайға енгіздік торговый центр, ойын-сауық кешені. И сол кезде жаңағы бірінші рет алғашқы дүниеде рекуррентный платеж деген функцияны қолдандық. Мысалы адамдар не қылады, Есентайдың жаңағы мобильный қосымшасын өздеріне жаңағы телефондарына не қылады, қосады, и соған сол қосымшаға өзінің номер авто қосады, автокөліктерінің нөмірін қосады, жаңағы банковский карточкалардың нөмірін қосады, и заезд-выезд да, автоматом списывает. Ойланбай, комфортно. За парковку забываешь, как бы кресін шығасың. Одан басқа, егер сол мысалы Есентайда сен неге барып жүрсең, фитнеске барып жүрсең, жаңа приложениеде көрсетесің, әр кірген сайын саған 3 сағат парковка бесплатно. Сондай қиын нәрселерді бір простой функциямен автоматизация жасадық та. Например, тағы бір нәрсе, мысалы ол кейбір кезде өшіріп қояды оны, бірақ тағы бір функция, например, мысалы $1000 зат аласыз ғой Есентайдан, например, шопинг жасадыңыз $100 ма, $1000 ма, $500 ма, сол чекті приложение арқылы сканировать етесіз да. Мысалы 50 сағат парковка бесплатно болады. Сондай былай бірін-бірімен келіспейтін әртүрлі функцияларды парковка арқылы қосып, жаңағы сондай кейстер көп жасағанбыз біз дүниеде алғашқы рет. Себебі былай Америкада жаңағы IPMI деген номер 1 парковочный не бар конференция. Сол жерде мысалы конференцияда біз осындай кейстеріміз бар деген кезде, жаңағы бұл жерде бүкіл парковочный компаниялар Америкада да, өздерінің жаңағы самый ең мықты кейстерін әрқайсысы презентовать етіп тұрады, сату үшін технологияны. Сондай біз 3-4 рет сондай кейс айтқан кезде бізде сондай жасадық деген ешкім шықпаған. И бізде былай парковкаларды қарап адамдармен сөйлесіп, сондай көрген жоқпыз, сондай басқа. Сондай біраз не істегенбіз, дүние как бы 3-4 нәрселерді дүниеде бірінші жасап, одан кейін оны маркетировать етіп, басқа мемлекеттерге жаңа клиенттер тауып. Сіз анда нені бұзып жатсыздар, парадигма, что қазақстандық жаңа компания технологически әрдайым артта деген парадигма бұзып жатсыздар. Жаңағы неде мысалы айттыңыз, не бір үйдің парковкасы, например, да, кіретін кезде мен скорый немесе жаңағы полицияны немен кіргізе аламын? Сіздерде бар ма жаңағы синхронизация, интеграция немен, мемлекеттік органдармен? Иә, кейбір қалаларда бар, кейбір қалаларда жоқ. Алматы жоқ, бірақ Астанада бар. Жаңағы иә, кейбір ЖК-ларда сондай бізде, иә, біраз айтып берейін, ЖК жайлы жаңағы государственный базамен интеграция жасаймыз. Одан да басқа да жүйелер бар. Мысалы Өзбекстанда мынандай бізде де бар, соңғы кезде пайда болды, бірақ Өзбекстанда алғаш рет жасадық. Мысалы Өзбекстанда подземный парковкаларға газбен жүретін машиналарды кіргізбейді. Біз сол кезде жаңа интеграция жасадық государственный базамен, и жаңағы егер газбен, себебі Өзбекстанда газбен жүретін машина көп, где-то бір 50%, себебі газ арзан, бензин қымбат, олардың мұнайлары жоқ, газдары бар.
Сондықтан, например, мына газбен жүретін машина, газ баллонмен жүретін машина келіп тұрса, шлагбаум ашылмайды, например. Сізде уже интеграция, информация бар? Біз кіргізбейміз, подземный парковкаларға оларды кіргізбейміз. Қазақстанда қазір ондай да жасап жатырмыз, мынандай мысалы жаңа скорая, полицейская, пожарная келетін болса, оларға шлагбаум автоматом ашылады. Или менің жаңағы тұратын тұрғын кешеніме мен досым келе жатса, мен алдын ала оның келетін сағатын көрсетем, алдын ала оның автокөлігінің нөмірін көрсетем, и сөйтіп не қыламын да, автоматты түрде ол келген кезде шлагбаум автоматом ашылады, сондай істейміз. Сіз айтып кеттіңіз жаңа Өзбекстанда бар деп. Сіз қанша мемлекетте продуктыңыз іске асуда, және қай мемлекетте қандай қиыншылықтар болды? Екі сұрақ бұл негізі где-то 22 мемлекетте жұмыс істеп жатырмыз. 22? Әртүрлі мемлекетте әртүрлі немен да, success rate, әртүрлі кейс да, жаңа әртүрлі кейстер болады. Әр мемлекеттің өзінің нелері бар, өзінің қиындықтары бар да. Мысалы Европада қарасаңыз номерлердің бәрі бірдей, жаңағы компьютерное зрение өте оңай оқи алады номерлерді. Бірақ, например, Америкада әр штатта мысалы 100 түрлі номер бар. Мысалы біреулер өзің аю сала салады, бір интернетте де көрдік қой, біреу алған машинағанда номерін просто жаңа қазақ деп жасаған да, ешқандай номер жоқ, просто қазақ деп латынайды. Және ол легально? Легально. Мысалы ассоциация ветеранов Чикаго алады да, өздерің бір новый номерлерін, то есть әр ассоциация, әрбір ұйым өздерің жаңа номер форматтарын шығара салады. Сондықтан бір штаттың өзінде 100-ден астам не болуы мүмкін, жаңағы номер, автокөлік нөмір түрлері болуы мүмкін. Одан басқа мысалы Америкада 19 штатта не бар, номер тек қана арт жағынан, то есть машинаның алды жағында номер жоқ, тек қана арт жағында. Мысалы Майамиде машиналар тек қана арт жағында номер болса жеткілікті. Парковка келе жатқан кезде сізде алдыңызда камера тұрса, алдында жаңа номер жоқ, артпен ғана қараймыз. Сондай біз ол қиын емес, негізі ең қиын мәселе емес, бірақ сондай нелер бар, мысалы сондай, мысалы Америкада сондай кейстер бар. Европада, например, басқа кейс, мысалы Европада не бар, GDPR деген заң бар, General Data Protection Policy, адамның жеке бостандығымен байланысты. Сол адамның жеке бостандығын парковка номерлерін оқу арқылы да байланысы бар екен да, сол жағынан Европада көп жұмыс істемейміз. Или мен былай сәл кейстерді айтайын, әртүрлі кейс. Мысалы Вьетнамда не бар, 80% көліктің 80% ол не? Мопедтер. И адамдар парковка мопедтерге арналған нелер, платный парковкалар, мысалы обычный жаңа ойын сауық кешенінің парковкасы бар, оның жаңа 30% біздің білетін жаңағы легковой көліктерге арналған, 70% жаңа мопедтерге арналған. И оларда мынандай требования бар да, бізде істеген сондайда. Мысалы мопедтің өздерінің номерлері бар, и требование мынандай да, біз не только мопедтің номерін оқуымыз керек, еще біз не қылуымыз керек. Осы мопедпен осындай адам келді деген фиксир. Мысалы сіз келесіз да, бір мопедпен келесіз ғой, номермен. Мы должны это запомнить. И сіз шыққан кезде сіз тура сол мопедпен шығуыңыз керек. Себебі басқа адамдар ол мопедтерді ұрлау мүмкін да. Мысалы мен кіріп, ашен кіремін да, басқа біреудің мопедін алып шығу мүмкін. Сондай болмау үшін жаңағы біз не только мопед должны распознавать, адамның түрін. Компьютер вижн, получается, номерге ғана емес. Мысалы сондай кейстер бол. Біз оған біз онымен айналыспаймыз, жаңағы басқа решение, басқа нелерді қолданамыз, технологияларды, бірақ соның өзінде сондай кейстер болған, например, деп жатырмын. Или мысалы Дубайда парковкаларға биткен жаңағы парковкалар бар. Бірақ парковкаларды автоматизация жасаған кезде олар айтады, біз сендерге электричество бермейміз, себебі электричество оған жоқ, не хватает там мощности дейді, разрешенных. Сондықтан мысалы Дубайда айтты, если хотите автоматизировать, өздерің жаңа біз не парковкаға не қоятын едік, солнечный батарея. Солнечный батареяларды қоямыз, и олар жаңа парковканың жаңа электричествомен неғып тұрады, қамтамасыз етіп тұрады, солай жұмыс істейді. Сондай әртүрлі, әр мемлекетте әртүрлі өзінің қиындықтары, нелері бар, спецификалары бар. Енді жаңа 22 мемлекет деген былайынша өте көп деп ойлаймын Қазақстан. Мен есімде сіздер енді SaaS компания емес қой? SaaS компанияға мысалы жеңіл болады деп ойлаймын 22. Сізде әр мемлекетке шығу үшін бір определенный стратегиямен жаңа адам или немесе сіз просто қандай не осы жерде стратегияңыз? Стратегиямыз онша жақсы емес деп. Біз негізі бір Қазақстанда өте тез жаңағы бір 50-70 контракт жасадық, жаңа 22-ші жылы, 21-ші жылдары. Сондықтан сразу неге кеттік? Мысалы технологиямен айналысқан кезде бір отдельная группа бар да, технология, олар айтады fast emerging technology. Технология мысалы
3-4 жыл актуальны болып тұрады да 5-ші жылы ол технологияға не болмайды, спрос болмай қалуы мүмкін да, ескіріп қалуы мүмкін ол технология. Сол біздің сондай технология, fast emerging technology. Сондықтан сол давлениемен, сол стресспен сразу бір 15-20 мемлекетке шыққанбыз. Европаның мемлекет, біз не қылдық басқа шыққан кезде, әр регионды алдық, мысалы жаңағы солтүстік Америка болса Американы алдық, мысалы батыс Еуропадан там Франция мен Голландияны алдық, шығыс Еуропадан мысалы Чехия, Польша, Хорватияны алдық, мысалы Азиядан жаңағы ұзақ Азиядан или шығыс Азиядан ба, оңтүстік шығыс Азиядан нелерді алдық, жаңағы Индонезия, Малайзия, Вьетнамды алдық, таяу шығыстан или там Ближний Востоктан нелерді алдық, Дубай мен Саудовская Аравияны алдық. Сол әр жаңағы, скажем, регионнан 2-3 мемлекетті алдық и сразу сол жерлерде несе бастадық дейді да. Солай сразу сол жерлерде пилот іздей бастадық, клиент іздей бастадық, себебі бір жағынан түсіну керек, жаңағы қай мемлекетте біз тез не болу мүмкін, технология тез өсу мүмкін, спрос көп болу мүмкін. Бір жағынан жаңағы біз қарап дүниенің әр жағынан сәл-сәл 2-3 мемлекеттен алып былай қарап көрейік дедік та, қай жерде бұл технология как бы попадает в тренд. Қай жерде попадает в тренд екен сонда? Пока қазірше попадает в тренд Ближний Восток, жаңағы Саудовская Аравия мен Эмираты, себебі адам басына шаққанда мысалы мысалы Риядта 10 миллион адам бар, 6 миллион машина бар. Бір семьяда там 4, мысалы семьяда 10 адам болса, оның 6 машинасы бар да, сондықтан машина көп. Мысалы, или если былай салыстыратын болсақ, Хошимин бар Вьетнамда, мысалы Хошиминде 15 миллион тұрады, неде Риядта 10 миллион тұрады. Риядта 6 миллион машина, Хошиминде 1 миллионнан төмен 900 мыңдай машина. Солай салыстырып қалған кезде сондай нелерді көрдік, сондай. Сонда былай қарасаң, сонда сіздің рынок таңдағанда машинасы көп, және қалада көп шоғырланған жерлер сіздерге ең потенциалды дамыған. Өйткені мысалы біз Мадридте көбінесе біздің фонд бойынша жүреміз. Ол жақта машинаның жаңа ықпалы жылдан жылға азайған сияқты, себебі там қаланың ортасында машина жүрмейді деген сияқты. Бірақ Дубайда мен білгенімше там город машинистов, пешеход. Мысалы сіз сол регионға бардыңыз, сол регионда өзінің ойыншылар болады. Мемлекеттер. Солармен сіз қалай взаимодействовать, қалай олармен конкурировать етесіздер? Әртүрлі не бар, бізден бір мынандай бір четкий стратегия жоқ, әртүрлі подход бар десек болады. Бірінші, мысалы кейбір ойыншы, кейбір местный жаңа игроктармен біз не келісуге тырысамыз. Жаңа олар себебі мысалы бұл региондар, мысалы Ближний Восток болсын, Юго-Восточная Азия болсын, олар өздері көп технология шығармайды. Олардың қолданатын технологиялар в основном Европадан келеді, немесе Қытайдан келеді, Япониядан, Кореядан келеді. Біз айтамыз да, келеміз, сендер мынандай мысалы Кореядан или Япониядан мынандай не аласыңдар, технология бізден там 3 есе қымбат, функциональность төмен, бізбен жұмыс істемейсіңдер ма дегендей ұсыныс жасаймыз. Кейбіреулер жұмыс істейді, кейбіреулер жұмыс істейді, кейбіреулер бізден не сұрайды. Ближний Востокта өте не қиын нәрсе, эксклюзив. То есть айтады, егер бізбен жұмыс істейтін біз ұнайды, технологияларың бізге ұнайды, сендермен жұмыс істегіміз келеді, бірақ, например, біз сендер эксклюзивный партнер болғымыз келеді. Біз оған келіспейміз, себебі былай қарасақ, мысалы нарықта 10 компания болса, әрқайсының примерно там 7-10% несі бар, үлесі бар, и біреумен эксклюзив жасайтын болсаң, сен қалған 90%-ін жоғалтасың. Сондықтан сондай мәселе бар. Бірақ егер үлкен нарық болса, біз жаңағы Сауди Арабия, Дубай екеуі де, жаңағы Эмираты екеуі де үлкен нарық, біз офисіміз жасамыз, өзіміздің отдел продаж қоямыз, жаңағы инженерлерімізді жібереміз, и алғашқы пилоттарын жасаймыз да, өзіміз жұмыс істей бастаймыз. Параллельно жаңағы немен как бы хотим со всеми подружиться, со всеми найти жаңағы партнерские отношения дегендей. Сонда идеальная стратегия, мысалы басқа мемлекет, мысалы менің ойымша Қазақстанда жаңағы табысқа кеңелу сіздер үшін жеңілдірек болады. Сіздер жаңағы опытыңызбен, нетворкіңізбен, жаңағы real estate-пен жұмыс істегеннен кейін Қазақстанда жалпы көрсетуге болады. Бірақ мысалға бір мемлекетке шықтыңыз, сіздің ең бірінші ояқта барып пилот жасайсыздар, получается, пилотта бесплатно, как бы. Бір-екі ай бесплатно, одан кейін жаңағы уже клиент төлей бастайды. Себебі оған қызықтыру керек, проект көрсету керек. Одан кейін сіздер басқалармен өздеріңіз ашасыздар ма компания, немесе біреумен жаңағы контрактқа келіп? Егер үлкен нарық, мысалы бізде Хорватияда клиенттер бар, Сербияда клиенттер бар, Чехияда клиенттер бар, бірақ бұл жерде біздің компаниямыз жоқ. Себебі әр мемлекетте 2-3 клиент бар, и біз ол мемлекеттерді үлкен нарық ретінде көрмейміз да. Сондықтан ондай нарықтарда біз не ашпаймыз, компания ашпаймыз мемлекеттерде. Бірақ мысалы Араб Эмираттарында, Саудовская Аравияда өзімізге үлкен нарық ретінде көргеннен кейін біз ол жерлерде өзіміздің компаниямызды ашамыз, себебі
жаңағы клиенттер де бізден сұрайды да, бізге жаңа местный юрлицо керек дейді. Сондықтан мысалы Америкада қызық тағы бір нәрсе, рас там компания ашу мәселесі болғаннан кейін, мысалы Америкада мынандай, Калифорниядағы клиенттермен жұмыс істесең, Калифорниядағы клиенттер Калифорнияда тіркелген жаңағы юрлицо сұрайды. Нью-Йоркта жұмыс істесеңіз, әр штат дегенде сондай бір ең үлкен 10 штат бар, капризный штат дейік, или жаңағы өздері түсінеді да, что эти штаты важные, большие, мысалы Калифорния үлкен штат, Техас үлкен штат, Флорида үлкен штат, Иллинойс үлкен штат, жаңағы Чикаго орналасқан, Нью-Йорк үлкен штат, анау район вокруг Вашингтона, Вирджиния деген, Арлингтон деген район үлкен штат емес, бірақ үлкен район, жаңа DC дейді ол жерде. Сондай 10 шақты бір үлкен штат бар, ол штаттарда мысалы жаңа басқа штатта тіркелген заңды тұлғамен жұмыс істеуге болмайды. Не то что мемлекет, а штатпен бөліне. Сондықтан біз Америкада, например, біздің 5 па 6 ма неміз бар, сондай заңды тұлғамыз бар. Сонда жаңағы мен бұл жерде қазақстандық компания, стартап болсын, не болсын, сыртқа шыққан кезде бір үлкен проблемасы болады. Ол бізді танымайды. Бізге сенім, мысалы біз даже фонд ашқан кезде мемлекетте, мысалы Испанияға барып, бос біз қазақстанда сияқты, сендер не білесіңдер деген айтпайды бетіңе енді. Бірақ сонда бір сезім қалыптасады. Сіздерде ондай бар ма? Ондай бар, ондай бар. Мысалы ең көп ондай Европада көреміз, Америкада неге байланысты, штатқа байланысты. Мысалы Калифорния жаңағы Калифорния, Техаста не анандай, например, Калифорния, Техас тарихи жағынан жаңағы IT нелер, стартаптар көп болғаннан кейін, ол жерде азиаттар көп та, мысалы оларға бәрібір кім қайдан екенін. Бірақ мысалы Нью-Йоркта ондай бар. Нью-Йорк анандай корпоративный бизнес болғаннан кейін оларда культура жаңағы қайдан келдің, қайдан шықтың, консервативный подход бар. Мысалы Европада ондай бар, жаңағы Италияда бар, біз көргенбіз, Англияда бар, Германияда бар. Бір жағынан сондай бар, как бы Қазақстан технологиямен не үйлеспейді деген дейді, қайдан шықтыңдар. Екінші жағынан мысалы Европада анандай не бар, подозрение дей ма. Мысалы қазір жаңағы батыс елдері, Европа, Америка болсын, олар жаңағы Россиядан компаниялармен или Қытайдан технология шығатын компаниялармен жұмыс істегісі келмейді. Себебі жаңағы не болып жатыр ғой, конфликт бар, анау бар, мынау бар. Сондықтан олар ойлайды, осы қазақтардың артында бір нелер бар ма деп, россияндықтар бар ма, или қытайлар бар ма. Солардың технологиясын алып, сондай сұрақтар сұрайды кейбір кезде. Оны мысалы ол стереотипті қалай құртсақ болады деп ойлаймын. Өйткені бұл бәріміздің жұмысымыз сияқты. Бұл жалпы Қазақстанда бүкіл компанияға осы стереотипті бұзу керек деген. Біз мынандай да, как бы прагматика жағынан қарайтын болсақ, негізі бұл стереотипті как бы бұзудан бұрын оны неғымауды керек та, как бы вот мысалы мен Америкаға барып, мен Қазақстаннан келген технологичный компаниямын деп айтудың өзі неправильно деп как бы Америкаға барасың, бір-екі американецті жұмысқа аласың, жаңағы отдельный Америкаға арналған жаңағы веб-сайт жасайсың, ол жерде крутое американское выражение, да, там американский, английский. Мысалы біздің бір қателік жасағымыз, біз үлкен бірақ веб-сайт жасадық глобальный. Бірақ ол веб-сайт, например, для американцев мынандай да, недостаточно экспрессивный. Мысалы американецтерден amazing деген выражениелер көп, технологиямен айналысатын болсаң, экспрессивный болу керек та, жаңағы анандай сөздер қолдану керек, типа breakthrough technology, exponential, cutting edge, сондай модный сөздерді көп қолдану керек та, мысалы. И сондай қолдансаң, мысалы америкалықтар ұнатады. Бірақ сол жаңағы біздің американецтер консервативный деген веб-сайтты немістер анандай деп айтты, слишком не дейді да, мақтанып тұрған веб-сайт дейді да, мысалы немістерге очень сухой язык керек та, мысалы. Да, сондай очень простой сухой язык, английский болсын, бірақ очень сухой болу керек. Сондай қазір мысалы біз әртүрлі не жасай бастадық, Европаға арналған отдельный веб-сайт, арабтарға арналған отдельный веб-сайт, жаңағы Америкаға арналған веб-сайт, себебі соны жақсы түсіндік, әр мемлекетке, әр культураға, жаңағы әр үлкен нарыққа арналған өздерінің отдельный веб-сайттар керек. Бірақ жаңағы неге келетін болсақ, былай мен жақсы түсіндім, былай арабтарға барып па, либо Америкаға барып па, былай мен Қазақстаннан келген технология компанияның айтудың ешқандай мағынасы жоқ. Просто не істеу керек, әр нарыққа, особенно біздің бизнесте, мысалы парковка алған адам, парковочный технология алған адам контракт 5 жылға, 7 жылға. Сатып алатын адам не туралы, уже сервис туралы ойлай бастайды. Мысалы бүгін мен сені сатып аламын, ертең бұзылса мен сені қайда іздеймін? Сен Алматыға барып іздеймін ба деген дейді, Қазақстанға барып іздеймін ба? Сондықтан просто біз әр мемлекетте біз как будто сол нарықта өсіп шыққан, сол нарықта жұмыс істеп жатқан, сол нарықтың несін
сол нарықта пайда болған компания сияқты өзімізді не қыламыз, әділет айтатындай как белый человек дейді ғой. иә ана бізде мысалы Испания барғанда бізге айтады анда фокус жасамай ақ қойыңдар, First Asian, First Central Asian айтпай ақ қойыңдар, просто говорить, что вот жаңа фонд осындай international, и біреу сенімен и так партнер істесе ол біледі, бірақ сыртқа керегі жоқ. Мысалы қазір біз жақында Грузияда болдым, там бір инициатива бастап жатыр, Central Eurasian дейтін рынок жасайық деген. Біздің Центральная Азия, Кавказ и Кавказ бірге бір үлкен рынок, нарығы үлкен, біздің как сказать, юнити пока жоқ, бірақ енді сол қалай ойлайсыз, сол рынокты бір үлкен қылып, және біз осы рыноктың жаңағы мысалы соны чемпиондары шыққан кезде может лучше болады деп ойлайсыз ба? Мен өйткені өзімнің ойым бар бұл туралы. Менің ойымша шынымды айтсам білмедім, себебі жаңағы Central мына концепттер мысалы Eastern Europe десең адамдар түсінеді, примерно Россия, Украина, Польша, Чехия, примерно типаж славяндар екен, да? Картаның бүйтіп былай или там Middle East десең жаңағы, или GCC десең Gulf Cooperation Council, жаңағы 6 бай мемлекет екенін біледі. MENA десең жаңағы Ближний Восток, Африка екенін адамдар біледі жаңағы. Бірақ Central Asia десең или там Central Eurasia десең бұл концепттер әлі бизнес әлемде неғылмаған да, дамымаған, түсінбеген, қалыптаспаған бір жағынан. Екінші жағынан как бы жаңағы былай опять же үлкен корпорацияларда жұмыс істеген адамдар, мысалы мен өзім Ernst & Young'та істедім, McKinsey'де істедім, басқа компанияларда істедім. Ол жерде де даже Central Asia деген не жоқ еді, division, да? Олар бізді, кейбіреулер бізді жаңағы Middle East'ке қосады, кейбіреулер бізді Россияға қосады, кейбіреулер бізді Восточный Европаға қосады. Сондықтан былай восприятие жағынан өте қиын, жаңа былай практичный болатын болсаң, жаңа үлкен фондтар жоқ нарықта, бір стабильный үлкен маркет жоқ, жаңағы 8 мемлекет или қанша мемлекет, әр мемлекеттің жаңағы несі заңдары әртүрлі. Мысалы Қазақстанда адам басына жаңағы не $12,000, Азербайжанда $10,000, мысалы Таджикстанда $1,000. Бұл жағынан группировать ете алмайсың да, мысалы Восточный Европа десең, мысалы әрі белгілі, там мысалы Польша мен жаңағы Румынияның арасында үлкен айырмашылық жоқ. Мысалы Орталық Азия или Central Eurasian десең, мысалы Армения мен Азербайжанның арасында үлкен, мен ойламаймын, Армения мен Азербайжан даже екеуінің арасында бір істейтін компания да жоқ, например, да, как бы сондай нелер қиын біраз менің ойымша. Бізде осы туралы жаңа көп дискуссия жасағанбыз, біз айтқанбыз ойымыз, нарықтан бөлек, жалпы бізде бір нарық жасау үшін, жалпы бізде cultural бір жақсы, мен мақұл біз кеңес үкіметінде болдық, бірақ бұл жерде уже үлкен, слишком үлкен конституционный различия бармыз да, әр халықтың әр несінде, мысалы бізде қасында Туран жаңағы говорят, и я говорю, может быть бүйтіп бөлінбей, жалпы может интернешналға кіремін сразу, глобальныйға, может сол дұрыс деп ойлаймын. Жарайды, мысалы енді мен сізден бір айтып жатырсыз, қанша мен кейс тыңдап жатырмын, мысалы Вьетнам, сізге енді көп стартаперлер келетін шығар, мысалы, которые, например, қасында жасады, бір өзінің MVP жасады, бірінші seed раундында бір ақша жинады, енді кішкентай ақша, енді бір жаққа бір рынокқа баратыр, сізге келеді, сізге қандай не бересіз? Мысалы уже сізде опыт, failures and success көп қой енді әр мемлекетте. Сізде уже сондай экспертиза бар ма, айта алатын, мысалы не бересіз, не айтасыз? Ең оңай жаңағы жол, жаңа қазақстандық стартапқа қай этапта болса болсын, ол акселерация. Мысалы әр жағынан оңайда, бір жағынан кейбір акселерациялар саған жаңағы ақша береді, доля алмайды, былай грантовый ақша береді, грант ретінде жаңағы кейбіреулерде $20,000, кейбіреулерде $120,000, $50,000 ақша жағынан көмектеседі. Кейбір акселерациялар немен көмектеседі, офиспен көмектеседі, жаңа программалармен көмектеседі. Кейбір акселерациялар жаңа байланыспен көмектеседі, нетворк байланыс, керекті адамдармен кездестіреді. Сондықтан ең оңай жол ол жаңағы мысалы айтайық бір education tech стартап бар, edtech. Америкаға барғысы келсе алады да, Америкада жаңағы топ 10 edtech стартапты қабылдайтын акселераторларды таңдау керек. Ол мүмкін Alchemist болуы мүмкін, ол не болуы мүмкін, жаңа Techstars болуы мүмкін, басқа нәрсе болуы мүмкін. Соларға не жасау керек? Заявка жасау керек, соларға бару керек. Егер олар қабылдаса, ол бір жағынан английский validation дейді ғой. Егер олар қабылдаса, ол мағынасы саған сенеді, сенің технологияңның сол нарықта перспективасы бар екенің бір кішкентай белгісі. Өйткені местный эксперттар. Сондықтан ең оңай жол сол, ең қиын жол, ол менің жасаған жолым.
жаңа инвесторлар табасың, 2-3 миллион доллар жинайсың, сонымен барасыз да жаңа нарықтарға барып офис ашып сразу лобовое столкновение. Бірақ сізде жизненный экспертиза көбірек болады оғандай. Иә, жизненный экспертиза көбірек болады, жаңағы тепличный условия дейді, ондай болмайды. Сразу жаңағы конкуренцияға түсесің, сразу клиенттермен сөйлесу керек, сразу жаңағы егер дайын болмасаң, алғашқы 10 клиентіңде сені как бы не қылады? Отказ береді. Отказ береді. Отказ, не үшін отказ сіздің ойыңызша ең распространенный? Это что вот стартап біздің Қазақстаннан болғандықтан ба, немесе олар танымайтын болғандықтан ба? Көп нәрсе, мысалы біз жаңа Америкаға алғаш рет барған кезде, мысалы жаңа айтқандай біздің веб-сайт мысалы мынандай да, мен қазақ үшін мен мысалы екі сөздің айырмашылығы жоқ, touch free, touchless, например, да? Айырмашылығы жоқ, touch free, touchless, екеуі де жаңа бесконтактный деген мағынаны білдіреді да. Айырмашылығын да түсінбеймін мен. Бірақ Англияда қолданатын сөз touchless, Америкада қолданатын сөз touch free. Мысалы, даже сондай презентацияларда сондай сөзбен келсең, олар сенің не екенін түсіндіреді, неместный компания емес екенін. Чужой екеніңді біліп қояды. Біліп қояды. Ол бір мәселе. Екінші жағынан жаңағы как бы жаңағы не бар да, олар Америкаға барғаннан кейін как бы нужно быть американской компанией. Американские лица, американский веб-сайт, американский сервис, американские адреса, бәрі американский болу керек. Сол кезде олар түсінеді, сенімен жұмыс істеуге болады екен. Бірақ даже соның өзінде, мысалы, парковкаға қарайтын болсақ, парковка, мысалы, Америкада алғашқы ақылы парковка 1930 жылдар пайда болған, 100 жыл бұрын. Қазақстанда біз әлі жаңағы арбалармен жүрген кезде 1930 жылдары Америкада жаңа Форд деген адам уже там 1000 адамға уже 400-500 машина жасап тастаған. Как бы оның программасы бар еді, жаңа алғашқы рет жаңа конвейерный технологияны қолданған, сол 1920-1930 жылдары 100 жыл бұрын Америкада 1000 адамға уже, Қазақстанда мысалы қазір 1000 адамға где-то 250 машина, 200-250. Америкада 100 жыл бұрын уже 1000 адамға 300 машина болған. 100 жыл бұрын. Сондықтан платный парковка, жаңа ақылы парковка сол жерде 100 жыл бұрын пайда болған, и ол нарық уже да, как бы ол адамдар бірін-бірін уже 100 жыл біледі да, жаңа парковка уже 100 жыл автоматизированный, ақылы. Олар жаңағы 20 жыл бұрын ананы технологияны алған, мынаны технологиядан алған, уже қалыптасқан өзінің байланыстары нелері бар, культура, порядок, да, сол. И сен жаңадан келсең, уже сенің жаңа екеніңді барлығы біледі. Сіздікі прям таза disruption ғой рынка. И одан оның бәрін алып тастасақ, алғашқы клиенттерді алып қарасақ, мысалы, тағы бір нәрсе біздің бизнесте, мысалы, Қазақстанда жаңағы бізге мысалы 2021-дің соңына дейін сату өте қиын еді. Себебі біздің жаңа портфолиода не жоқ еді, қанадай ағылшынша айтқанда landmark asset дейді, үлкен объекті ондай жоқ еді. Біз Есентай молды қосқаннан кейін уже бізге сату оңай болды. Одан кейін Астана аэропортын қосқаннан кейін одан да оңай болды. Себебі жаңағы референс дейді ғой, айтасың да, мысалы аэропорт Астана біздің технология, мысалы жаңа Есентай мол біздің технология десең, уже ойға алса Америкада да сол, әр нарықта сондай, егер үлкен сондай нелерді алсаң, объекттерді алсаң, ары қарай сату оңай болады. Оған дейін прям қиын, өте қиын. Иә, енді бізде жаңағы венчурлық неде көп стартаппен көшеміз, жалпы бәрінің айтуы бойынша бір сен не то что компания ашу, а жалпы басқа мемлекетте жұмыс істеу, ол қиын, стресс. Ол барып за хлебом идти, басқа мемлекетте сыртта бөлек, ол сол стресспен сіз қалай не қыласыз, жаңағыдай боретесь с этим стрессом? Шынымды айтсам, как бы стресс болды, бірақ былай ойланып, қалай бұл стресспен күресуге болады деп ойланған сәт есімде жоқ. Просто мынау жұмыс істемей жатыр, басқа метод қолданасың, мынау адам болмай жатыр, басқа адамдарды компанияға шақырасың, қате жасайсың, бірақ уже мен оны былай бір жақсы жері мынандай да, как бы мен уже бастағанда, уже мен 15 жылдай нем болған, карьерам болған, уже сәл зрелость дейді ғой, сондай болған. Сондықтан оңай болмайтын оны алдын ала білесің. Жақсы жері, что как бы керек кезде компанияда ақша болды, уже нені көресің, что қиын жағдай болса да, как бы даже мынандай да, мен айтамын да кейбір кезде, почему мысалы біз 20 мемлекеттеміз, негізі мен қазір осы 3-4 жыл жаңағы опытымды алып қайтадан бастасам, уже 20 мемлекетке бармаймын, алғаш мысалы максимум 5-7 мемлекетке барам да. Бірақ даже мысалы Вьетнам мынандай да, мысалы кейс мынандай, бір жағынан былай үлкен көп контракт алып жатқан жоқпыз, бірақ екінші жағынан жаңа 4-5 контракт бар да. То есть орысша айтқан кезде мынандай да, как бы
не слишком хорошо, чтобы радоваться, но не слишком плохо, чтобы забросить все дела дегендей, да? Сондай прям сондай көп нарықтарда біз сондай жағдай келіп қалдық та. Ловушка деп ойламайсыз ба? Мүмкін, бірақ не істедік біз сол қалған күйде қалдырдық, жаңағы расходтарды төмендедік. И қазір мысалы осы жылдың басынан бастап бізде фокус жаңағы өзімде жарты жыл болды сол жерде тұрып жатқаныма, фокус жаңағы Ближний Восток, Дубай мен Риад арасында тұрып жатырмыз қазір. Осы жылдың соңына дейін фокус жаңағы араб мемлекеттері, Марокко, Алжир, жаңағы Египет, Сауд Арабиясы, Катар, Бахрейн, сол жерде тұрып жатырмын. Ол жерде де мынандай да, былай ол жерде тұру керек, адамдардың өздерінің культурасы бар, қарым-қатынас жасау керек, олармен бірге жаңағы шай ішу керек, ораза ұстау керек, мешітке бару керек дегендей, футбол ойнау керек, пәдл деген модный тема екен ол жерде, пәдл ойнау керек, пәдл теннис дейді. Жалпы сол жақтың бір местный бұл. Иә, олар не көреді, оларға не маңызды да жаңағы доверие дейді ғой, сондай өте маңызды, прям өте маңызды ол жерлерде. Бірақ оларда да кейбір бізге ұқсайтын жерлері бар, мысалы арабтың өздері, мысалы Сауд Арабияда мынандай бар да, олар даже мысалы өздерінің бір технология жасалатындарына сенбейді. Мысалы саудовский инвесторлармен сөйлесең, бізге айтады, хорошо, что ты из Казахстана дейді, хорошо, что ты условно Восточной Европы или бывшего Советского Союза, себебі сендерде жаңа образование бар, голод бар, бір нәрсе сендер жасайсыңдар дейді да. Біздің мемлекетте ешкім ештеңе жасамайды дейді. Білмеймін, енді ол не ғой, wrong perception да, жаңа стереотип дейді ғой, бірақ соның өзінде мысалы технологиямен Сауд Арабиясына барсаң бір жағынан қиын болып көрінеді, себебі закрытая культура, екінші жағынан сәл ішіне кірсең уже мысалы нені сезінесің да, что они тебе верят больше, чем своим дегендей. Бізде мысалы немістерге сондай или корейцы, или японецтер, что они лучше в технологиях дегендей, олар мысалы, оларда конечно немістер бар, басқалар бар, бірақ мысалы қазақтарға олар или там целом бывший Советский Союздың адамдарына олар көбірек сенеді, чем өздеріне адамдарына қарағанда. Окей. Енді айтып кеттіңіз, если мен жаңадан бастасам, мен 5 мемлекет болатын еді деп. 22 мемлекет мен үшін ол, менің ойымша, ол Қазақстанда ондай компания аз, 22 мемлекетте осындай SaaS бизнес емес, прям hard бизнесіңіз. И 22 мемлекет деген ол бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Оны осы мәселеде келесі нелеріңіз қандай? Стратегия немесе келесі бір пландарыңыз? Бір жағынан мынандай бар, пландарымыз жаңағы осы жыл мысалы фокус неге жасадық, жаңағы Ближний Востокқа жасадық, өте мықты команда жасаған сияқтымыз. Бізге мысалы дүниеде мысалы 3 компания бар да, соңғы 50 жылда жаңағы лидер в парковочной сфере. Үшеуі де в основном немецкий компания, Шейдан Бахман, Skidata и Designa деген. И сол мысалы Шейдан Бахманда 20 жыл жұмыс істеген general manager болған адам мысалы біздің компанияға кеше қосылды, анонс деп бірінші. Сол мысалы сонымен мысалы жарты жыл переговоры жасадық. И сол мысалы өзі тунисец, жаңағы Туниста жаңағы язык, рабочий язык жаңағы французский, Францияда жұмыс істеген, Германияда жұмыс істеген. И сонымен біздің дубайский офистің бастығы болды кешеден бастап. И қасына тағы бірнеше адам алдық. И олардың уже несі бар да, ол уже Шейдан Бахманның атынан жаңа Азияда, Европада, Африкада уже үлкен компаниялармен, дистрибьюторлармен, жаңа қала әкімшіліктермен, жаңағы системный интеграторлармен уже жұмыс істеген адам, бәрін контакттар бар. Сол бір мақсаттардың бірі сол үлкен бір мықты экспертизасы бар команда құру еді. Ол команданы құрып жатырмыз. Жаңа сол адамнан бастап басқа адамдармен бірге. Сол осы жыл соңына дейін өзім неде болам, Дубай мен Риядтың арасында болам, мүмкін басқа қалаларда болам. Мароккода клиенттеріміз бар, қала Танжир деген қала, солтүстікте орналасқан. Городской бүкіл парковкаларды қазір неғып талқылап жатырмыз, кіреміз бе кірмейміз бе дегенде. Аман, біраз нелер бар, жақсы перспективалар бар. Осы жыл жаңағы команда құруды бітіру керек. Ближний Восток мүмкін жаңағы Қазақстанда қазір головной Қазақстанда бүкіл функциялар, мүмкін сол функциялардың біразын Қазақстаннан неге ауыстырамыз, Дубайға ауыстырамыз. Себебі даже нені түсінесің да, мысалы кейбір қызық нәрселер бар, мысалы бізде жаңағы парковка енгізіп жатырмыз, допустим, Дубайда бір бизнес-центрде. Жаңағы сол жердегі инженерлер Индиядан, Пакистаннан английский сөйлейді. Бізде мына жақта инженерлер в основном жаңа дистанционно көмектескен инженерлер в основном қазақша, орысша сөйлейді. И араларында не кейбір кезде түсінесің да, бір минутта шешетін мәселе мысалы 5 сағаттың ішінде шешілмей жатыр да, себебі мыналар білгенін айтып жатыр, ағылшыншасын, орысша айтып жатыр, мыналар олардың да английский тоже идеальный емес қой, Пакистан, Индияда бір-бірімен акцент бар, перевод бар, как бы вот lost in translation дейді ғой, вот
бір тілде сөйлемегеннен кейін ондай қиындықтар бар. Сондықтан бір жаңағы кейбір функцияларды Дубайға ауыстыратын ой бар, чтобы не болсын деп жаңағы глобал хаб Дубайда болсын, и адамдар в основном жаңағы ағылшынша сөйлейтін адамдар болсын, себебі ол өте маңызды. Ендігі жылдан бастап фокус жаңағы не болады? Ендігі жылдан бастап фокус Америка болады. Америкада әлі клиенттеріміз бар, офистеріміз бар, бірақ осы жыл фокус жасаған жоқпыз. Ендігі жыл өзімде Америкаға 2 жылға көшетін ойым бар. Сол ендігі жыл фокус Америка, Канада, мүмкін Бразилия, Латинская Америка, бірақ фокус Америка мен Канаданың өзі болады. Сол екі фокус осы. Басқа жаңағы көреміз, жаңағы кейбір үлкен нарықтарда, Индонезияда, Таиландта, Вьетнамда клиенттеріміз 3-4 клиент бар нарықтарда уже біз не істей бастаймыз. Уже фокус қосасыз. Сонда мен түсінуім бойынша, мысалы қазір Минада тұрып жатсыз, Риядта ма? Риядта. Сол жақта мысалы толықтай Қазақстанның уровеніне жеткізесіз, условно Қазақстанда мысалы парковканың 70% алдық деп алсам үшін, сол жақта да сондай бір өзінің потологына апарып, дальше қалай сізде наладить весь процесс деген сізде қандай мағынада, условно бір адамды қалдырып кетесіз, оны уже как мынандай болу керек та, мысалы қалай айтсам, әртүрлі өрнек мысал беруге болады, бірақ жаңағы былай, когда ты видишь, машина работает, там, ты понимаешь, машина работает, и следующие 100 километров она проедет дегендей ғой. Сондай, когда убеждение будет, но команда қалыптасты, команда ай сайын жаңа 4-5 контракт жасап жатыр, клиенттер де келіп жатыр, там внедряем вовремя, поддержкасы бар, бәрі бар, уже жаңағы мынау работающая машина десем, уже мен ол жерде, можно сказать, жұмысым бітеді, я иду жаңағы басқа мемлекетке. Окей. Сізге сәттілік именно осы жақтан. Осы дальнейший экспансияда, мысалы, мен енді шыны керек отчеттарыңызды мен көргем. Сізде мысалы жалпы әлемнің жалпы түкпір-түкпірінде бар. Енді қазір фокуспен мысалы Минаны жаптыңыз, Европа, одан кейін ақш-ты, Норс Америка, да, айтып тұрсыз, Канада, және Бразилияны қосып тұрсыз ба? Жалпы осы мысалы неде сіздің ойыңызша, біз көптеген қазақ стартапермен сөйлесем. Шыны керек, келісесіз бе, келіспесіз білмеймін, бірақ Қазақстандағы жылдан жылға более амбициозный стартаптар шығып жатыр. Может быть, жаңағы уровень көтерілгендіктен ба? Сіздің ойыңызша бір андай қазіргі жағдайда будущий юникорндар жас потоктан бар ма? И қандай индустриядан болады деп ойлайсыз? Қазақстандықтар туралы айтып жатырмыз ба? Енді бұл қазақша подкастта мен жалпы қазақстандықтар туралы айтып жатырмын. Мен ойымша алғашқы қазақ или қазақстандық единорог дейтін компаниялар Қазақстаннан шықпайды. Бірақ қазақтар құрған, мысалы қазір мысалы Ирландияда, Дубайдың өзінде, жаңағы неде Кремниевая долинада да, Сан-Франциско, Британия, жаңа басқа мемлекеттерде, мысалы 4-5 бар, Сингапурда мысалы стартап ашып жатқан қазақтар көп. Менің ойымша жаңағы солардың шансы мысалы 10 есе көп, 100 есе көп. Сол қазақтар алғашқы единорогтарды солар ашатын сияқты. Әртүрлі салаларда да, там B2B SaaS болуы мүмкін, жаңағы жасанды интеллект болуы мүмкін, басқа нәрсе болуы мүмкін, или мен сияқты жаңағы PropTech или Smart City стартап жасап жатқан адамдар болуы мүмкін. Сол менің ойымша сол үлкен жаңағы глобальный нарықтарда ашып, сол жерде жұмыс жасап жүрген қазақ фаундерлерінің шанстары көп. Бұның себебі өткен олар екі ступеньде өтіп, сразу сол рынокта өзінің тест жасап жатыр ма? Бір жағынан сол, екінші жағынан олардың көбісі сол жерде карьера жасаған, мысалы, ол стартаптардың біразы жаңағы, мынандай, мысалы, Америкада қалай инвестиция табу оңай, да, мысалы, венчурный инвестиция. Мен айтасың, мен мысалы, жаңа 10 университет бар, Принстон, Стэнфорд, Гарвард, MIT деген. Мен соны бітірдім бір. Мен тағы 5 жыл там Big Techте жұмыс істедім. Big Tech деген сөз жаңағы Nvidia, Facebook, Google, Microsoft дегендер компаниялар. Мысалы, соларда жұмыс істеген қазақтар, мысалы, сол университеттерді оқу, возможно, оқымаған, бірақ сол Big Techте жұмыс істеген компания қазақтар, мысалы, олар трендтерді біледі. Себебі, мысалы, кейбіреулер жаңағы метада жұмыс істеді да, немен жасанды интеллектпен қай жерге бара жатқанын, или 5 жылдан кейін мета қандай жасанды интеллект стартаптарды көргісі келеді, сол бүкіл информацияларды біледі. Нарықта қандай трендтер болып жатқанын, қандай жаңа стартаптарды үлкен компаниялар сатып алады, или қандай стартаптарға жаңа үлкен венчурный фондтар ақша құятын, олардың бәрін білгеннен кейін олардың стратегиясы дұрыс болады, алғашқы қадамдары дұрыс болады, сол жағынан бәр жағынан дұрыс болады. Оларға ақша табу да оңай, себебі олар Big Techте жұмыс істеді.
олардың access to information and to money оңай. көбірек болады. Даже онлайн биг текте жұмыс істемесең де или неде жаңағы американский университетте оқымасаң да ең оңай жол менің Қазақстанда бір пилот жасап сыртқа шығу емес менің ойымша, жаңағы идеямен, оймен, пікірмен, жаңағы проектпен, жобалармен жаңа акселераторға бару керек. Даже идея пайда болған кезде ең оңай там Лондонға көшіп кету, Нью-Йоркқа көшіп кету, Сан-Францискоға, Остинге көшіп кету, сол жерде акселераторлар арқылы партнерлар табу или там инвестор табу, офис табу дегендей, солар оңайырақ, чем Қазақстанда единорог жасау. Окей. Бір ойландыратын бір мнение айттыңыз. Жалпы рахмет. Бүгін менің ойымша өте бір андай көп информациясы бар сұхбат болды. Біздің ағамыз жалпы бүкіл стартапер сіз туралы өте керемет ойда. Не деп айтты маған, бір инсайт айтайын сізге, чайный король деп айтты сіз туралы. Чай көрсем, иә. Түрін біледі және сол чайда соқпетті айтып, соқпет емес, прям көп стартапер воодушевленный вами. Сізге рахмет. Жалпы бәріміздің сыйлаған менің ойымша тірлігіміз бір. Жалпы Қазақстанды енді іштей бәрібір дамыту емес, жалпы бірақ әркім өзіміз дамысақ, менің ойымша жалпы біздің қоғамымыз дамыса. Бүгінгі подкасттың да жалпы мағынасы сол. Осы IT не тек ағылшынша, орысша болып контент бар да, қазақша жоқ. Соны кішкене дәріптеу, ынталандыру және жастарымыз соны көріп, может тағы да өзіміз сияқты жаңағы адамдар, қазақтар осында жетіп жатқанын көрсе, может олар да келесі асында тұрған кезде бір арманмен, бір мақсатпен тұрады. Сіз бүгінгі сұхбат үшін рахмет. Рахмет. Шақырған үшін рахмет, өте қызықты болды. Қазақшамыз онша жақсы емес, бірақ келесі жолы таза сөйлейміз. Кешірім сұраймыз, бүгін біз тырысып жатырық барша өз білгеніміз, енді ауызекі тіл қазақша білеміз, бірақ андай терминдарды көбінесе қазақша жоқ болғандықтан, оны бәріміз бірге осылай қалыпқа ауызекі тілге қоссақ, өзіміз, мен ойымша жақсы болады. Келесі көріскенше бізбен бірге болыңыздар. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз.